Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге қазір балықты қуырудың ең тиімді әрі оңай тәсілін көрсететін боламын. Бұл жолы біз онға аунатып алып қуырмайтын боламыз. Арнайы тесто әзірлейміз. Алдымен балықты мен бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Бұл бөлік кішкене үлкендеу болып көрінді де, ортасынан теңдей етіп бөлдім. Осылай жасайтын болсаңыздар, балықтарыңыз өте тез пісіп шығады. Барлығын дерлік осылай бөліп алдым, әрі жеуге де ыңғайлы болады. Мен кішкентай балықты бүтін күйінде қурайын деп жатырмын, тек басын ғана алып тастадым. Енді үстіп ортасын бір бөліп ашып аламын да, осы қалпында қуырып алатын боламын. Осылай да дәмді шығады. Барлығын бөліктерге бөліп болғаннан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Мен бір шай қасық тұзды қосып, жақсылап бір араластырып алдым. Тұзы сіңгенше жарты сағат уақытқа қалдырдым. Осы арада клярын дайындап аламыз. Алдымен 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның үстінен 150 грамм салқын суды қосып, тұзды қосамыз және ұн қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Осы клярға қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Осымен клярымыз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай. Табамызға кішкене май құйып, майымыз қызғаннан кейін әрбір балықтың бөліктерін клярға батыра отырып пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай клярға батыра отырып балықтарды пісіріп алатын болсаңыз, сіздердің майларыңыз жаңағыдай қарайып кетпейді. Егер ұнға жасайтын болсаңыз, майларыңыз қарайып, азайып кететін болады және үстіне бірнеше рет май құйып отыру қажет болады. Ал дәл осылай жасайтын болсаңыз, майларыңыз ешқандай да азаймайды, балық өзіне майды көп сіңірмейді, қатты майлы болып кетпейді. Одан соң майдың түбінде қарайып, күйіп кеткен ұндар болмайды. Әрі балықтарыңыз өте қытырлақ болып шығады. Сіздер де бір рет болсын дәл осы әдіспен жасап көріңіздер, сіздерге де міндетті түрде ұнайтын болады. Осы әдіс сіздерге де пайдалы болсын деген оймен видеоға түсіріп салып жатырмын. Балықтың ірі бөлігінде дәл осылай клярға батырып, бүтін күйінде салып қуырып алдым. Басындағы желбезегін алып тастап, бұны да қуырып алдым. Міне осы бір жерінде алып тастадым. Әсіресе бұл басты үлкен кісілер өте жақсы жейді. Ал сіздер басты қуырып жейсіздер ме, әлде тастайсыздар ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Барлығын қуырып болғаннан кейін майымыз ешқандай да қараймай, осындай топ-тұнық болып шығады. Балықтарымыз өте әдемі болып пісіп шықты, дәмді әрі ең бастысы сырты қытырлақ болып келеді. Осылай пиязбен жейтін болсаңыздар өте керемет тәбет ашарлықтай болады. Достар, егер сіздерге видео пайдалы болған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.